Әйелдің 40 күн бойы өзін күтуі керек екенін кез келген әйел білетіні болар. Десек те, осыны ұстана бермейтін, аз күндік талаптарды орындау арқылы өз денсаулығын күтпейтін әйелдер де баршылық. Ал 40 күн бойына өз жағдайын жасауға мүмкіндігі жоқтар да жетерлік. Келер ұрпақтың саулығы үшін, ана мен баланың денсаулығын күту үшін қаншама ырым-тыйымдар да бар. Соның барлығы жай еріккеннің ермегі, сандырақ емес. Астарында үңілсек талай тағылым жатқанын түсінер едік. Жас босанған ана мен нәрестенің күтіміне ерекше қараған ата-бабамыздан жалғасқан осынау ғұрыптың мән-мағынасын кейде көпті білген апа-әжелеріміз естір құлаққа ерсілеу ырым-тыйыммен де түсіндіріп келетін сияқты көрінеді маған. Осындай ойға келуімнің себебі бір құдағиымыздың өз әулетінде ұстанар салты себеп болды. Ауылдан қалаға келгенде жолай әпкемнің үйіне міндетті түрде соға кетемін. Енесі аудуынды көп адам жақтыра бермесе де, сол кісінің батылдығы әрі турасын айтатыны маған ұнайтын. Қанша жерден әпкеме ұрысқанын көрсем де, сол кемпірге ренжіген де емеспін. Расын айтып, турасын түсіндіріп жатады. Дауыс көтерсе де. Өткен жылы әпкем келін алып қолы ұзарға деді. Биыл сол келіні әулетті қуанышқа бөлеп шекесі торсықтай ұла келді өмірге. Жолым түсіп, тағы да әпкемнің үйіне барып қалдым. Үйде жиын қыздар зыр жүгіріп әпкеме көмектесіп жатыр. Құдағимен шай ішіп отырғанымызда іштен келін шығып сәлемін салды да ас үйге кірді. Ас қамымен жүрген енесіне қолғабыс жасағысы келді ме, жақын отырған бізге дауыстары естіліп жатты. Жеңіл киінгенің не? Бар, жылы киінде жат бөлмеңде. Бір тамақты өзім де істей аламын, деген әпкеме келіні қарсыласып жатыр. Ыстықтап кеттім, болған шығар, әбден терледім ғой, сізге көмектесейін, еш нәрсе етпес, дейді ол. Өз келіні мен емере келіннің әңгімелері құдағиға жақпай жатқаны түйіле бастаған қабағынан білдім. Әй, айтқаныңды тыңдаса қайтеді бұл, деген. Босанған әйелдің 40 күн қазанға жолатуға болмайды. Бойың тазарған жоға сенің. Неге түсінбейді осыны? Сен істеген тамақты ішпейміз бәрібір. Бар, жат, демал, балаңа қара, деген кемпірдің даусынан соң келін ішке қарай зып берді. Әпкем де күле сөйлеп бізге қарай келе жатты. Бірақ құдағидың мына сөзі маған біртүрлі естілді. О несі екен деп ойланып қалдым. Тіліме оралған сауалымды қоя алмай тұра алмадым. Босанған әйел неге 40 күн қазанға жоламайды? Неге таза емес ол? Бүгіннің келіндерінің айтқанға көніп, айдауға жүре қоюы екіталай. Дегенге қарсы айтар жауабы да дайын тұрады. Бізден бұрын өмір сүргендер хат танымаса да мына әлемді зерттеп, бүгіннің ғалымдары ашып жатқан жаңалығын біліп қойған. Соны салт дәстүрге салып, тәрбиеге арқау етіп кеткендерін түсіне бермейді ғой бұлар. Баяғыда өзім келін болып түскенде енеміз бен абысындардың айтқанына құдайдай сеніп бұлжытпай орындаушы едік. Әсіресе босанғанда 40 күнсіз далаға шығармайтын. Енемнің менен басқа келіні болмады. Екі қайным өмірден үйленбей жатып ерте кетті. Сонда да осылардың әрбірін босанғанда өзі еңкеш тартып қалған болса да, ауылдағы абысындарды шақырып үйдің шаруасын істетіп алатын. Босанған әйелді 40 күн қазанға жолатуға болмайды дегенді мен сол кісіден естігенмін. Соны рас деп ойлап, шынында өзімді біртүрлі сезінуші едім. Кейін түсіндім ғой. Сөйтсем, бізді жасынған енеміз әдейі айтады екен. Қазанға араласқан әйелдің қолы судан шықпасы белгілі. Ол кезде ауылда қайдағы жылы су. Қазіргі келіндердің жағдайы жұмақ қой. Бұрын самауырында қалған суға суымай жатып ыдыс жуып, беліміз майысып су таситын едік. Ал босанған әйелге қолын суық суға салуға, беліне салмақ түсіріп, ауыр көтеруге болмайды. Ең ақыры босанған соң тұмса тәні балбырап, 40 күнге дейін терлеп, буынсып жүретіні тағы бар. Мұндайды сәл салқын самалдың өзі ет пен терінің арасында кіреді. Оның шығуы қиын. Ертеңгі күні қит етсе ауырып қала беретін болады.
Одан басқа босанған әйелдің 40 күн бойына бой тазалығын сақтаудың өзі бір жұмыс. Босанғаннан соң оны сақтау да оңай емес. Бойынан жиынысы шығып біткенше абыржиды. Осыны білетін ауылдағы шешейлер мен енелеріміз әдейі ойлап тапқан қулық екен. Оны кейін біліп жатырмыз ғой. Сондағысы жаман оймен емес, әбден белін көтеріп қалпына келгенше күтім керек екенін түсіндіру ғой жас келіндерге. Әйтпесе өздері ана болып отырса да, бұлардың ақылы тоқтағанша қайда әлі, өздері балалық жасап денсаулықтарын бірінші босанғаннан бұзып алса, келесі баласын қалай әкеледі өмірге, деп әлгі тыйымның мәнісін сыбырлай айтып түсіндіріп берді құдағи. Сенің әпкеңді де мына бесеуін босанғанда да солай 40 күн жолтпағанмын қазанға. Өтірік болса өзі айтсын міне, деп адуынды кемпір күлімсірей мені өзімсіне иығымнан түйіп қалды. Ал менің есіме перзентхана көргендерім түсті. Жеңіл-желпі киініп, осы басқа ұлттың әйелдері туа сала көшеде жүреді ғой, соларға түк те болмайды, деп газды су ішіп, үлкендердің айтқанына құлақ аспайтын әйелдерге біздің құдағи сияқты бірене керек пе деп ойлап, өз ойыма еріксіз жымидым.